Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіз Азамат Скаков каналындасыз. Біздің жаңа YouTube жобамыздасыздар. Енді алдағы уақытта осы YouTube каналым арқылы сіздерге өте пайдалы контенттермен бөлісетін болам. Ғылыми негіздемесі бар контенттермен бөлісетін болам. Каналыма қош келдіңіздер. Подписка батырмасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Бүгінгі сіздермен бөліскім келетін тақырып, әрине менің мықты тұсым ол таң берекесі дейміз. Мен өзімді сомнолог деп те позиционировать етемін. Ол ұйқының маманы. Ұйқы туралы кітап жазғанымды білесіз. Сен деген кітабымда мен ұйқы туралы толыққанды зерттеген едім. Енді таң, қазіргі больной тақырып, адамдар ерте оянғысы келеді, уақытын тиімді пайдаланғысы келеді. Осы таңды жүйелі түрде қалай реттеуге болатын қысқаша, мүмкіндігінше қысқаша бөліскім келіп тұр сіздермен. Енді мынандай статистикалармен бөлісейік. Бір, әрине бізде Қазақстанда бұндай статистика зерттелген жоқ, бірақ америкалық статистика бойынша 89% адам ояна салып алғашқы 5 минуттың ішінде қолына телефонын алады екен, соткасын алады екен. 11% адам саналы түрде алмайтындар. Сіз қайсысының ішіндесіз? Опрос жасағандардың ішінде көбісі кем дегенде будильникті өшіру үшін қолыма аламын деп айтқан. Сондықтан бірінші мәселе таңымызды берекелірек еткіміз келсе, соткамызда будильник емес сағат сатып алу. Менің үйімде 2 сағат бар. Тіпті 3 сағат бар, әркімнің өз будильнигі бар деген сияқты. Ең болмаса, таңертең будильник үшін сотканы қолымызға алмайық. Бұл бір. Екінші мәселе, адамдар орташа есеппен 10 минуттың ішінде кез келген хатқа жауап береді екен. Енді таңертең біздің сотка мәселе тақырыбын алатын болсақ, бұл былай. Бізге сотка бір жаңалық оқимыз ол жерден. 2 бізге келетін негатив, 3 шу. Осы үшеуі бізге сотка арқылы, социальный медиа арқылы келеді екен. Енді таңымызды бұл үшеуінен аулақ ету үшін қандай бір методика қолдансақ болады. Біріншісі, өте маңызды. Мен қайта айтам. Шүкіршілік жүргізу. Шүкіршілік дәптерін жазу. Шүкіршілік дәптерін жазу, егер біз ми туралы айтатын болсақ, ол біздің миымыздың артықшылықтарды көруге, артықшылықтарды таңдауға үйренуі. Біздің миымыз білесіздер, избирательный жұмыс дейді, яғни таңдайды не көру керек екенін. Сіздің алдыңыздағы болып жатқан оқиғалардың немесе заттардың 100% көрмейсіз. 100% көрмейсіз. Сіз жаңағы стаканды су ішу керек кезде көресіз. Сіз дәрігерді ауырған кезде көресіз. Сіз көлікті, таксиді немесе автобусты бір жерге жету керек кезде көресіз. Басқа жағдайда сіз ол құбылыстарды байқамауыңыз да мүмкін. Енді біздің таңертең күнделікті менің мынау миымның фокусын артықшылыққа, шүкіршілікке толтыру арқылы мен қалай тәрбиелеймін миымды? Тек өмірдегіде де артықшылықтарды байқау тәрбиелеймін. Біздің өмірімізде 50-50. Егер де сіздің миыңыз тек негативті көруге бейімделген болса, тек сол формуламен жұмысып үйреніп қалған болса, сіз саналы түрде солай жасадыңыз, немесе бейсаналы түрде сізге сырттан берілді ма, білмеймін. Осы жағдайда сіз тек негативті байқайсыз, тек кемшілікті байқайсыз. Мысалы, кез келген бір ғимаратқа бір кісі кіреді де бүйтіп қарайды. Не мына жерлерің қап-қараңғы, не ана жер кір болып жатыр, ананы алып тастасаңдар болады ғой дейді. Тек қана ол негативтерді көреді. Тура сол ғимаратқа басқа бір кісі кіріп бүйтіп айтуы мүмкін, неткен әдемі бөлме етеу мүмкін. Бұл менің миымның таңдау функциясы. Қалай тәрбиелеймін? Солай таңдай бастайды. Енді таңертең өте маңызды шүкіршілік жазу. Шүкіршілік жазу бір бет немесе жарты бет, еш шектеу жоқ. Бұл біздің миымызды жазбаша түрде тәрбиелейді. Жазбаша түрде менің осы уақытқа дейін басыма қондырылған ақпараттар мектепте, университетте жазбаша қондырылды ғой, ақпараттар. Енді мен оны қайтып перезапись жасағым келсе, мен жазбаша перезапись жасаймын. Шүкіршілік дәптерін жазу керек. Әрине ол жерде біздің ештеңе күтпей жазуым керек. Мен фокусты тек жақсылыққа бұруым үшін. Ол жерде шүкіршілік дәптер жазсам, байып кетеді екенмін, шүкіршілік дәптерін жазсам, білмеймін,
уақытым берекелі болып кетеді екен деген нәрсе жоқ. Әрине, ол неизбежно келетін мәселелер, бірақ біз ол үшін жазбаймыз. Біз ол үшін жазбаймыз. Және егер діни тұрғыдан айтатын болсақ, Алла тағала шүкір етсеңдер, нығметімді арттырамын деп тура мағынада айтқан. Әрине, шүкіршілік жазумен шектелмейді шүкір ету, шүкір ету деген өте ауқымды мәселе. Ол жерде ғибадатымызды арттыруымыз керек, және күнәға апаратын жолдарды азайтуымыз керек. Ол діни контекстте әрине, бірақ мен психологиялық қырын айтып жатырмын. Енді бір кісілер айтады, Азеке, шүкіршілік жазу қиын. Дәптерге отырып, біреулер мен жарты сағатым кетеді, оған дейді, жарты сағат кетірмеңіз. Бір бет, ары кетсе бір бет. Ойыңызға келген бүкіл шүкіршілік. Мен не үшін шүкір етемін өміріме? Бір-ақ бет. Немесе тіпті уақыт шектеп қойыңыз. 5 минут немесе 10 минут деп ары кетсе. Жарты сағат жазбаңыз. Бізде қазір асығыс әлемде ешкімнің жарты сағаты жоғау. Әшейін отырып дәптер жазу. Әрине бар болса, сіз соншалықты осознанный адам болсаңыз күшті болар еді, бірақ жоқ болса, жаңағыдай, және қиындатпаймыз. Үйде қандай дәптер бар, соған жазамыз. Қанша жазғымыз келеді, сонша жазамыз. Көп етпесек те болады. Әрине, уақытыңыз көп болса, көп жазсаңыз күшті. Енді шүкіршіліктің бұл бірінші жолы. Екінші бір жолын айтайын. Егер де жаңағыдай сізге қиын болса, жазу, дәптерге отырып, қаламмен деген қиын болса, өте ыңғайлы, тиімді бір жолы таңертең немесе жатар алдында 2 немесе 3 жақын адамыңызға рахметіңізді білдіріңіз. Жазбаша, WhatsApp арқылы, немесе SMS арқылы, немесе білмеймін, қандай мессенджер қолданатын болсаңыз, сол арқылы жазып жібересіз. Рахмет, білмеймін, бүгінгі сенімен жасаған ісіміз күшті нәтиже берді. Мен бүгін сенімен уақыт өткізуге өте қуанышты болдым. Бүгін сен менің көңіл күйімді көтердің. Немесе сен мынандай істе, маған қол ұшын созғаның үшін алғысымды білдіремін деп жазып жібересіз. Досым, немесе білмеймін, кім, партнерім деген сияқты жазып жібересіз. Енді бұл да бір шүкіршіліктің оңай жолы, 2 немесе 3 адам дедік. Енді бұл кісілерден кері хат келіп жатса, таңертең немесе кешке, бұл да шүкіршілікке жатады екен. Енді ойлаңызшы, сіз жазып жібердіңіз. Құрметті Азеке, рахмет, сіздің подкастыңызды көріп, мен бүгін таңымды берекелі бастадым дедіңіз. Бірінші, сіз бір нәрсеге шүкіршілігіңізді білдірдіңіз, рахметіңізді, алғысыңызды білдірдіңіз. Екіншіден, ол кісі де сізге керісінше жазады ғой. Енді басқа біреуден рахмет алған кезде сізде бақыт гормондар бөлінеді. Сіз өзіңізді күшті сезінесіз. Омен қоса сіз ол кісіге де шүкіршілік айтуына мүмкіндік тудырдыңыз. Бұл керемет нәрсе. Екінші бір мәселе, шүкіршіліктен де бөлек, бізде миымыздың префронтал кортекс деген аймағы бар. Префронтальная кора тура маңдайымыздың астындағы бөлік. Барлығымыз білеміз, біз қазір барлығымыз психолог, барлығымыз күшті эксперттерміз. YouTube-тан көріп алғанбыз, Reels-тан көріп алғанбыз. Префронтальная кора адамда ғана бар, күшті бір бөлік, адамда ғана бар, логикаға және шешім қабылдауға бағытталған бөлік. Логикаға. Жануарларда префронтальная кора жоқ, жануарларда инстинкт. Олар үйреншікті. Жануарлар туласа білет арыстанның қауіпті екенін деген сияқты. Адам барлығын үйренеді. Біздің префронтальная кора біздің логикаға жауап береді, шешім қабылдауымызға жауап береді және фокусқа жауап береді. Енді префронтальная корасы мықты адам өте ұзақ мерзімді фокусын сақтап отыра алады. Күшті нәрсе. Енді Алла тағаланың біздің миымызға берген маңызды күшті бір артықшылығы ол нейропластичность дейді. Нейропластичность дегенім менің миымның қалаған қалыпта өзгерте алуым. Достар, біз миымызды өзгерте аламыз. Енді біреулер айтады ғой, менің әдет болып қалған ғой дейді. Өтірік. Әдет болып қалған жарайды, бірақ әдетті де сіз жасадыңыз. Енді әдетті қайтып перезапись жасау да сіздің қолыңызда. Алла тағала бізге нейропластичность берген, біздің миымызды біз қалағанымызша өзгерте аламыз. Енді ол былай елестетіңіз, бір формула, калькуляторда мысалы формула жазылған, бірге бірді қоссаң 2 шығады деп формула жазылып қойған, енді ол өмір бойы 2 шығарып береді сізге. Бірде қоссаң 2 шығарып береді. Тура солай сіз формула жазып қойдыңыз кішкентай кезде. Өзіңіз саналы түрде немесе сіз саналы түрде емес, ата-ана тарапынан, көршілер тарапынан, сізді қоршаған адамдар тарапынан, садиктегі группаластарыңыз, мұғалімдеріңіздің тарапынан бір формула жазылды. Бірге бірді қоссаң 2 деп. Енді ол формула дұрыс болмауы мүмкін. Егер сіз саналы түрде, қазір YouTube-ты көріп, осыны зерттеп отқан адам ретінде саналы адамсыз ғой сіз.
енді саналы адам ретінде мынау әдет маған ұнамайды, мен бұл әдеттен құтыламын, мен бұны өзгерткім келеді десеңіз, өзгерте аласыз. Күшті хабар, сіздің миыңыз өте нейропластичный, яғни өзгере алады. Формуланы біз жазамыз. Жаңағы басында айтқан шүкіршілік жазуда мен формуланы өзгерту дедік. Қазір де біз әрекеттеріміздің бәрін мынау префронтальная кора арқылы формуланы өзгерту. Енді ғалымдар, Джо Диспенза бастаған, Эндрю Хюберман бастаған ғалымдар, қазіргі дәуіріміздің, әрине оған дейін де бұл мәселелер айтылған, префронтальная кораны дамытудың жолдарын айтып кеткен. Яғни менің префронтальная корам неғұрлым дамыған мықты болса, соғұрлым менің фокусым мықты, және соғұрлым мен логикалық шешімдер дұрыс қабылдаймын. Соғұрлым мен дұрыс шешім шығара алады екенмін. Енді қалай дамытамыз деген сұрақ. Әсіресе таңертең бұны дамытсаңыз күшті болады. Таңертең, префронтальная кораны дамытудың бірінші жолы, ең қызығы, ғалымдар ғибадат деп айтады. Ғибадат. Әрине бұны мен мұсылман ғалымдардан емес, мұсылман емес ғалымдардан, бірақ олардың өзі зерттеген адамдардың басынан датчиктер тағып қойып, хабар алмасушы тағып қойып, ғибадат уақытында мидың өзгерістерін зерттеген. Ғибадат уақытында префронтальная корадағы толқындар керемет болған, және префронтальная корам ләззат алады екен, және дамиды екен. Керемет қой. Ғибадат. Бірінші кезекте ғибадат бұл дінімізде де белгілі. Екінші мәселе ол медитация деп айтылады. Медитация жалпақ тілмен айтқанда өзіммен тілдесу, өзімнің денеммен тілдесу. Білесіздер, медитация жасаған кезде адамдар көзін жауып қояды. Не үшін медитация жасағанда біз көзімізді жабамыз? Не үшін біз бір ләззат алғанда көзімізді жабамыз? Мысалы, қатты қуанған кезде, бір балаңызды құшақтап, бір көзің жауып, бір иіскейсің балаңды. Немесе жақсы көрген адамды құшақтайсың, көзің жабылып кетеді. Немесе бір жылаған кезде, қуаныштан жылаған кезде көзіңіз жабылып қалады. Не үшін деп ойлайсыздар? Өйткені біздің миымыздағы ақпараттардың 80% көз арқылы келеді. 80% нейрондардың көз арқылы. Мысалы, мен қазір сіздер отырған кезде бүйтіп қарап қаламын да, біреуіңіздің қабағыңыз шытылып тұрса, менде ой кетеді. Бэкграундта, іште ана кісі неге қабағы шытылып қалды екен? Дұрыс емес бір нәрсе айтып қойдым ба екен? Артық айтып кеттім ба? Деген сияқты ақпарат кетті. Бірақ мен сөйлеп жатырмын, ана жақта да ақпарат жүріп жатыр. Бір жақта біреу күліп жіберді, мен күлетін бір нәрсе айтып қойдым ба? Мен дұрыс емес бір нәрсе айтып қойдым ба? Бұның барлығы менің ойымды 80% ақпарат менің көз арқылы. Көзің жаптың ба? Мидың тынығудың алғашқы қадамы. Енді көзіңіз жауып медитация жасаңыз, айтады, жаңағы деміңізге мән беріңіз дейді, деміңізді есептеңіз дейді, сосын айтады, анау басыңыздан бастап айтып шығады, иығыңды босаңсыт, кеудеңді босаңсыт деген кезде сіз денеңізбен тілдесесіз. Бұл да күшті нәрсе. Екінші. Үшінші мәселе спорт деп айтады. Спорт. Сіздің префронтальная кораңызды дамытатын маңызды бір бөлік ол спорт. Спортқа біз жеке тоқталамыз, бірақ қысқаша айтып кетсем, не үшін сіз спортпен айналысып жатқан кезде сіздің санаңыз бос емес. Сіз жаңа бір прием үйреніп жатсыз. Мейлі ол жүзу болсын, мейлі ол йога болсын, мейлі ол пилатес болсын, мейлі стретчинг болсын, мейлі бокс болсын, күрес болсын, жекпе-жек болсын. Мына жерде сіз бүкіл санаңыз бір жерде фокуста, яғни қарсыласыңызда. Немесе жүзіп бара жатсаңыз, анау соңына дейін жетуде, сол сәтте сіз негативті басқа бір ой ойлана алмайсыз. Сол үшін сіздің ойыңыз жинақы. Бұл үшіншісі. Төртіншісі ол жазу. Достар, жазу өте маңызды. Білем, кейбір адамдарда уақыт жоқ, жазып отырамыз ба дейді, бірақ жазу өте маңызды. Жазу арқылы біз санамызды тыныштыққа тәрбиелейміз. Жазу арқылы біз санамызға қалаған формуламыз жаза аламыз. Сондықтан жазу, енді жазуға да жеке тоқталамыз, бірақ не жазуға болады? Күнделік жазуға болады, шүкіршілік жазуға болады, арман жазуға болады, артықшылықтар жазуға болады, көп нәрсені жазуға болады. Мақсаттарым жазуға болады, жоспарым жазуға болады. Әйтеуір бір нәрсе жазу керек. Мүмкіндігінше қағазға, қаламсаппен. Соткаға емес. Бесіншісі ол оқу. Кітап оқу. Достар, кітап оқу керек. Мен санамды өзім тәрбиелегім келсе, мен кітап оқуым керек. Енді бесеуін айттық, ғибадат дедік, медитация дедік, спорт дедік, жазу дедік, оқу дедік. Осы бесеуі мен префронтальный корамды дамытуға көмектеседі екен. Жүйелеуге, нейрондарын қалыптастыруға көмектеседі екен. Бесеуіне ортақ не нәрсе бар? Бесеуіне ортақ бір нәрсе бар. Ол фокусты бір жерге жүйелеу. Мысалы, ғибадатта сіз
Аллаға ғана фокус қоясыз. Тілдесу деп айтып көрейікші. Мен және Алланың арасындағы бір диалог болды. Басқа нәрсе ойламайсыз ғой сіз ғибадатта. Білмеймін, ана мәселені бүйтіп шешейін, мынаны бүйтіп шешейін деп енді по-хорошему ойламауыңыз керек. Екінші, медитацияда сіз денеңізге фокус қоясыз, бір-ақ нәрсе. Үшінші, спортта сіз жаңағы жерде жетістікке ғана мән бересіз. Ананы жеңсем екен, анау қандай прием қолданайын деп тұр, мен оның айласын қалай тойтарыс берсем болады деген сияқты, бір нәрсе. Жазуда сіз анау жазуды оқисыз, ойыңыздан ойлайсыз, қателесіп кетпеуіңізді қарайсыз, жазу әдемі ме деп қарайсыз, бір нәрседе фокус. Оқуда сіз кітаптағы оқиғаға фокус қоясыз. Сондықтан достар, осы бесеу арқылы мен префронтальный корамды дамыта аламын, және осы бесеуін мен таңғы уақытта жасасам, нұр үстіне нұр болады, менің миымның жаңағы мен айтқан негатив, жаңалық және шудан арылтады екенмін. Бұл таңымның өте берекелі өтуіне. Енді бұған сізге көп уақыт керек жоқ, ары кетсе жарты сағат, тіпті кейбір адамдар 15 минут, 20 минутта жеткілікті. Ең маңыздысы бастау және бүгін бастау. Енді достар, бұл байқасаңыз арнайы қысқаша подкасттар, яғни күнделікті тыңдай алатын. Күнде таңертең сіз 15 минутыңызды бөліп тыңдай алатын подкаст және күнделікті өміріме артықшылықтарды енгізетін подкасттар. Осындай подкасттар жалғастыратын боламыз. Мен жаңағы айтқан ақпарат толығырақ мен оны Сен атты кітабымда жазғанмын. Сен атты кітабымда мен білесіздер, Сен атты кітабы 2023-те шықты және 2023 жылдың үздік кітабы номинациясын ұтып алды, кубогын ұтып алды. Жылдың үздік кітабы және бестселлер атағына ие болды. Сен кітабында мен ұйқы туралы егжей-тегжейлі тоқталдым және мидың қызметі туралы егжей-тегжейлі тоқталдым. Осы кітаптың ішінде ғылыми негіздемелермен, барлығы дәлелдермен жазылған. Мен сізге Сен кітабын ұсынамын. Оған қоса мен кітабымда осы мидың психологиялық қырына тоқталдым. Яғни адамдар айтады, Азеке, мен жүгіре бастадым, спортпен айналыса бастадым, сіз айтқандай жүгіріп жаза бастадым, бірақ біраз уақыттан кейін ерініп қалдым, қызық емес болып қалдым, не үшін жасап жүргенімді ұмытып қалдым. Прокрастинация пайда болды деген жерде сіз мен кітабынан оқып, не үшін екенін түсіне аласыз және бұл әдеттен құтыла аласыз. Енді мен осы түсірілімдер барысында арнайы бүгіннен бастап жаңа бір акция ұсынбақшымын, жаңа бір мүмкіндік ұсынбақшымын. Мына екі кітапты мен сілтеме қалдырып кетем. 14.900 теңгеден екеуін бірге жеңілдікпен алған адамдарға біз қосымша 10 шақты курс береміз. Мынау кітаптарды толықтыратын, ол курстардың ішінде ұйқы туралы курс бар, бұрын кәдімгідей сатылған жоспарлау туралы курс бар, әдет туралы курс бар, қалай әдеттерді қалыптастыру туралы қосымша курс беріледі. Мына екі кітапты бірге алсаңыз, және біз мына екі кітапты бірге алған кісілердің арасында бір адамға Түркияға толықтай тегін саяхатқа жолдаймыз, саяхатқа жолдаймыз, сыйлық етеміз Түркияға толықтай тегін, және оған қоса iPhone 16 Pro. Су жаңа iPhone 16 Pro сыйлаймыз. Достар, жай ғана екі кітапты алу керек. Мен сілтемесін қалдырып кетем, сілтеме описаниеда болады, және басқа да жерлерде болады. Каспиге өтсеңіз, мына екі кітапты алсаңыз, сол ұтысқа қатыса аласыздар. Сол достар, сіздермен болған Азамат Скаков, сіз Азамат Скаков каналында болдыңыз, подписаться етуді ұмытпаңыз. Біз Құдай қаласа осындай қысқа мерзімді жақсы подкасттармен, пайдалы подкасттармен сіздерді қуантуға қуаныштымыз.